Балалар қандай сөздермен таныстық? Амоним. Амоним сөзінің дыбысталуы қалай екен? Кім ережесін айтады? Дыбысталуы бірдей, бірақ мағыналары әртүрлі сөздерді амоним сөздер деп атаймыз. Тамаша, жақсы. Осы амоним сөздерге мысал келтіріп көрейікші. Мысалға амоним сөздерді мен тақтаға жазып қойдым. Осы сөздерге іс-әрекетпен көрсетіп көрейік. Мысалға, шаш деген сөзге сымбат шықты. Шашын өріп жатыр. Шашу шашты. Иә. Нұрмұхамед шашу шашты. Келесі, жас деген сөз жазыптым. Кәне кім қандай мысал келтіре алады? Көркем жылап жасын көрсетіп жатыр. Яғни, мен 8 жастамын дейді. Келесі, тоқ дейді. Келеміз, болады тоқ дегенге. Яғни, талшын тамағым тоқ дейді, тамақ жедім тоқпын дейді. Жақсы, тоқ ұрып кетті дейді. Жақсы, ары қарай қандай сөз тұр балар? Түс деген сөз тұр. Келе ғой. Түс дегенге қандай мысал келтіруімізге болады? Жаңа нұр ұйықтап жатыр, түс көріп жатыр. Иса түсті, орындықтан. Тамаша, келесі сөз іш. Іш деген сөзге? Яғни Жансерік сусын ішті, ал Ұлпан ішім деп ішін ұстап жатыр. Жақсы, тамаша, ары қарай жаз. Орындыққа отыр. Жаз деген сөзге Досмұхамед жазып жатыр. Яғни күннің ыстығында, жаз айында ыстықтап жатыр екен, Жақсы. Келесі, жең дейді. Жең деген сөзге? Жең деген сөзге қандай мағына береді екен? Нұрмұхамедті жеңді, яғни Айзере не істеді? Жеңін түрді. Тамаша, жақсы. Қандай сөз қалды балалар? Аш деген сөз қалды. Аш деген сөзге кім шығады? Аш деген сөз. Яғни, екі мағынада, бөтелкені аш, және менің қарным аш дейді. Жақсы, жақсы, тамаша, ары қарай жүз деген сөз. Жүз деген сөзге, суда жүздім, менің жасым жүзде дейді. Тамаша.